Сәлем достар, сіздермен біз Нуриктер. Нуриктердің операторы әдеттегідей мамасы. Бүгін 19 июль Нұрасылдың туған күні. Нұрасыл бір ай бұрын достарына айтып қойды. Видео басталмас бұрын каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар. Сонымен мен Нуриктің туған күніне қайда апарам деп ойланып отырып, Алматыдағы Гавайяға апардым. Гавайяға барғандағы қызықтарымызды бізбен бірге тамашалаңыздар. Сонымен күштері тасып тұрған Нуриктер достарымен күш сынасайын деп шешті. Қанша бар? 300 қанша? Мен нормально 345. Жоқ 350. Қымбат көрейік. Тоқта, былай тұр. Қанша? Ал, Нұрислам olsun. Тәте, менде тағы бірде тұр. 70-ге жетсе не береді? Тоқта, тоқта, тұр. Тәте, 70-ге жетсе не? Тұрыңдар, бері бір қарақ қойыңдар. Қайда келдіңдер? Сонымен Нуриктердің көптен күткен Гавайяна келдік. Майами аквапарк Алматыдағы. Бұл жерде негізі бір үлкен кісі 3 баладан артық кіруге болмайды екен. Мен 4 бала алып алғанмын. Мына жердегі кассадағы қыздар администратормен сөйлесіп жатып, әйтеуір келісті. Нұрасылдың туған күні болғаннан кейін Нұрасылға тегін болды.
Сонымен достар, біз билетті 4 сағатқа алғанбыз. 4 сағатымыз бала басына 7000 теңге. Үлкендерге мен өзіме 10.000 теңге төледім. Потом Нұрасылға төлемеді, туған күні болғаннан кейін. Гавайдың ішкі көрінісі осындай. Неше түрлі ойнайтын жерлері бар, сырғанайтын жерлері бар. Tamam. Сонымен Нуриктер аквапаркке әбден ойнап, сырғанап, енді пицца, бургер жейміз деп шықты. Міне достар, Нуриктердің бүгінгі Гавай аквапаркіне қыдырған, туған күнін тойлаған қызықты сәтінен үзінді. Нуриктердің келесі қызықты видеосын жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.